Сәлем достар. 8-ші сынып 4-ші тоқсанға арналған Қазақстан тарихынан ТЖБ талдауға көшеміз. ТЖБ-дан жақсы нәтижеге жету үшін алдын ала осы видеоны қарап, дайындалып, зерделеңіздер. Сол кезде сіздер ТЖБ-дан жақсы балл аласыздар. Сондықтан да менің еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Қазақстан тарихынан жиынтық бағалауға берілген бөлім 19-20 ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті. Бұнда тексерілетін оқу мақсаты ұлттық музыкалық аспаптардың қолдану ерекшеліктерін сипаттау, 19 ғасырдың екінші жартысындағы білім беру мен ағарту ісінің даму ерекшеліктерін түсіндіру, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Құрбанғали Халид еңбектерінің тарихи дерек ретінде маңызын айқындау, Ыбырай Алтынсариннің ағарту саласына қосқан үлесін бағалау. Олай болса, кеттік. Бірінші тапсырма қазақтың ұлттық музыкалық аспаптарының ерекшелігіне қарай топтастыру. Бұнда 5 кесте берілген. Кестеде музыкалық аспаптардың қалай орындалу жөніндегі ерекшеліктерін бойынша топтастыру берілген. Үрлеп тартылатын дейді. Ауызбен тартылатын музыкалық аспап, қияқпен ойналатын деген, ысқышпен ойналатын, шертіп ойналатын деген балалар саусақпен ойналатын, саусақпен шертіп ойналатын, ұрып ойналатын деген, таяқшамен арнайы және қолменен ұрып ойналатын, сілкіп ойналатын деген, қолмен сілкіліп ойналатын музыкалық аспаптарды топтастыруымыз керек. Мәтінде қылқобыз, төртшекті қылқобыз, шетіген, шертер, домбыра, даңғыра, дауыл, дауылпаз, тағы басқалар берілген. Сіздерге мен есте сақтау үшін суретіменен салдым. Осы суреттер бойынша өздеріңіз жазасыздар, жазып қалдырасыздар. Орындарына кесте бойынша жазып қалдырасыздар. Үрлеп тартылатынға сыбызғы, сазсырнай, қияқпен ойналынатынға қылқобыз, екішекті қылқобыз, төртшекті қылқобыз, шертіп ойналынатынға өздерің көріп тұрсыңдар суреттен, шертер, атымен белгілі, домбыра, ұрып ойналатынға бұл дауыл, дауылпаз, сілкіп ойналатынға асатаяқ, сондай-ақ қоңыраулар жатады. Кестені осылай толтырыңыздар. Екінші тапсырма 20 ғасырдың екінші жартысындағы білім беру мен ағарту ісінің даму ерекшеліктерін берілген мәтіннен анықтап, сұрақтарға жауап беріңіз деген. Мәтінде балалар 19-20 ғасырдың бас кезіндегі Қазақстандағы халыққа білім беру ісі, ағарту ісі туралы жазылған және қандай бағытта жүргізілді, оны ұйымдастырушылар кім, 20 ғасырдағы жаңа әдістемелік мектептер қалай ашылды, сондай-ақ Қазақстанда өнеркәсіптік тұрғыдан игерудің басталуына байланысты қандай мектептер ашылды, оның басында кім тұрды, сол туралы мәтінде айтылған. Мәтінді жақсылап оқысаңыздар, сұраққа жақсы жауап бересіздер. Мәтін бойынша 4 сұрақ берілген, соны талдаймыз. Білім беру жүйесінде қандай өзгеріс орын алды? Жалпы 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында Қазақстанда білім беру ісі өте төмен болды. Мысалы, 1897 жылғы санақ материалдары бойынша бүкіл халықтың 8-ден 1% ғана сауатты болды. Білім беру мектептерменен медреселерде жүзеге асырылды. Тек қана ол 2 бағытта жүргізілді. Діни және жай азаматтық бағытта дамыды. Жаңа әдістемелік мектептердің ашылуының себебі неде? Жалпы 20 ғасырдың басындағы мектептер уақыттың өскелең талаптарын қанағаттандырудан қалды. Осы кезде жадитшілер деген қозғалыс пайда болды. Бұл жадитшілер түрік халқының өркениетке жетуін, білім алуын қолдады. Сол жолында күрес бастады. Отаршылдық езгіге қарсы күресіп, тоқыраушылыққа сынға алды және медреселік, мешіттік мектептерді реформалады. Соның нәтижесінде Қазақстанда да жаңа әдістемелік мектептер ашыла бастады. Әсіресе Орынборда, Оралда, Омскіде, Оралда мектептер ашылды. Осы жадитшілдердің қозғалысының нәтижесінде мектептерде енді арифметика, география, жаратылыстану, тарих пәндері жүргізіле бастады. Қазақ жерінде не себепті қазақ-орыс мектептері ашылды деген сұраққа келетін болсақ, патша үкіметі, бұл кезде біз патша үкіметінің отаршылдық езгісінде болдық. Патша үкіметі қазақ елін басқару үшін тілмаштар керек болды оларға. Сондықтан орыс-қазақ мектептері ашылып, тілмаш даярланды және басқару үшін чиновниктер даярлады. Үшінші тапсырма Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Құрбанғали Халид еңбектерінің тарихи дерек ретінде маңызын айқындау.
Шәкәрім Құдайбердіұлын өздеріңіз білесіздер, Абайдың талантты шәкірті және тумасы. Бұл философ, тарихшы. 1911 жылы түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі деген және мұсылмандық шарты деген кітаптарын жазды. Бұл еңбектерінде түріктің, қырғыздың, қазақтың және хандардың шежірелерін баяндады. Еңбектерінде негізінде философ, тарихшы ретінде тұжырымдар жасайды. Ал Мәшһүр Жүсіп Көпейұлына келетін болсақ, оның еңбектерінде Сарыарқаның кімдікі екендігі, халық ахуал, қанды жексенбі деген өлеңі бар. Негізі еңбектерінде жер су аттары көптеп кездеседі. Бұл біздің тарихымызды тануға өте маңызды негіз болып саналады. Құрбанғали Халид 1910 жылы Тарих-и Хамса-и Шарики деген еңбегін жазды. Бұл шығыстың 5 мемлекетінің тарихы деген еңбекте осы 5 халықтың, ұйғырлардың, өзбектердің, қазақтардың тарихын жазды. Жалпы басым көпшілігі Құрбанғали Халидтің еңбектері қазақ халқының тарихына, әдет-ғұрпына, ауыз әдебиетіне және мәдениетін зерттеуге арналған. 4-ші тапсырма Ыбырай Алтынсариннің ағарту саласына қосқан үлесін бағалау. Мәтін берілген. Мәтінде Ыбырай Алтынсариннің ағарту саласына қосқан үлесі туралы баяндалды. Осы мәтін бойынша біздерге 3 сұрақ берілген. Осы 3 сұрақты талдаймыз. Ыбырай Алтынсариннің орыс тілінде жазған оқу құралының маңыздылығы неде деген бірінші сұрақ. Ыбырай Алтынсарин жалпы орыстың педагог ғалымдарының мұрасын пайдаланып 2 оқу құралын жазды. Қырғыз-қазақ хрестоматиясы және қырғыздарды, қазақтарды орыс тіліне үйретуге негізгі басшылық деген. Бұл орыс алфавитіменен жазылды. Соның нәтижесінде араб графикасы ығыстырылды. Енді бұның маңыздылығына келетін болсақ, бұл оқу құралдары білім берудегі алғашқы әдістемелік құралдар болды. Екінші сұрақ Ыбырай Алтынсариннің интернетпенен қыздар мектебін ашуының мәні. Жалпы Ыбырай Алтынсарин балаларды оқытуда үлкен күш жұмсаған қоғам қайраткері. 1864 жылы мектеп ашу үшін қаржы жинап, оларды мұғаліммен қамтамасыз ету үшін үлкен үлес қосты. Соның нәтижесінде 1864 жылы Торғайда қазақ мектебі ашылды, балаларға арналған. Оған алғашқы болып 16 бала тіркелді және сол балаларды оқыту үшін жанынан интернатта ашты. Сондай-ақ қыз балаларды оқыту үшін, қыз балаларға білім беру үшін 1887 жылы Ырғызда қыздар училищесін ашты. Білім берудегі Ыбырай Алтынсариннің еңбегі орасан зор. Ыбырай Алтынсаринді балалар әдебиетінің атасы деп неге атайды деген үшінші сұрақ. Ыбырай Алтынсарин балаларға арналған әңгімелерді өзі жазды. Ол әрі жазушы. Сондықтан қазіргі зерттеушілер Ыбырай Алтынсаринді балалар әдебиетінің атасы деп те атайды. Достар, мен сіздерге пайдалы ақпарат бердім деп ойлаймын. Сіздер білімдеріңізді толықтырдыңыздар. Олай болса, менің арнама жазылып, лайк басып, сұрақтар қойып, комментарий жазыңыздар. Мені солай бір көтермелеп тастаңыздар. Сау болыңыздар.